Бөдене жұмыртқасының пайдасы жайлы айтқым келіп отыр. Бұл кішкентай болғанмен кәдімгі жұмыртқадан 1 граммында А және Д дәрумені 2 есе көп. Одан бөлек В группасы 5-6 есе көп. Фосфор, калий және темір 6 есе көп кездеседі. Сонымен қатар амин қышқылдарға бай кәдімгі жұмыртқаға қарағанда микробтардан таза болып келеді. Сондықтан бұл жұмыртқаның пайдасы өте көп. Емдік қасиетіне келетін болсақ, бас ауруы, қан қысымының жоғарылауы, төмендеуі және анемияға, есте сақтау қабілетін жақсартуға жақсы көмектеседі. Сонымен қатар денедегі қышым су диатезге де жақсы көмектеседі. Одан бөлек өкпе, бүйрек, асқазан, ішек ауруларына, асқазан жарасына жақсы ем болады. Буындарды, бұлшық еттерді жақсы қатайтады. Сонымен қатар диета кезінде ағзаны қалыпты ұстауға жақсы көмектеседі және де жасарту қасиетке ие, өйткені құрамында тирозин амин қышқылы косметика саласында таптырмайтын ем. Бұл бөдене жұмыртқасын аяқ аурулар да емізулерді жеуге өте жақсы. Балалардың есте сақтау қабілетін жақсартады. Күнделікті 2-3 данасын қайнатып, қуырып немесе шикідей жеуге болады. Жұмыртқаға қарағанда 2-3 есе пайдалы екен. Ғалымдар зерттеген. Япониялықтар әр балаға үнемі 2 бөдене жұмыртқасын күнделікті тұтындырады екен. Өйткені пайдасын жақсы біледі. Және де сақтау мерзімі бөлме температурасында 1 ай, тоңазытқышта 2 айға дейін сақталады. Бұл бөдене жұмыртқасын міндетті де алып тұтынып көріңіздер. Өте пайдалы. Егер сізге видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздер бөдене жұмыртқасын жақсы көресіздер ме? Күнделікті тұтынасыздар ма? Өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөлісіп кетіңіздер.